Амансыздар ма оқырмандар? Арнама қош келдіңіз. Арнама тіркеліп, лүпіл басқан әрбір жанға алғысым шексіз. Сіздерден қолдау күтемін. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Үйленген, үйленбеген және үйленгелі жатқан барша достар үшін пайдалы. Бір жігіт үйленгеннен кейін ертесіне әкесі оған қонақ болып келеді. Біраз әңгімелескеннен кейін әкесі ұлына ақ қағаз, қалам және өшіргіш әкелуін бұйырады. Сосын қасына отырғызып, жаз. Нені жазайын? Көңіліңе не түссе, соны жаз. Жігіт жазады. Әкесі айтады, енді өшір. Жігіт өшіреді. Әкесі қайтадан жаз дейді. Әкетай, Құдай ақы, бұдан не көздеп отырсың? Жаз. Әке себебін айтыңызшы. Жаз деген соң, жаз балам. Жігіт жазады. Енді өшір. Ол өшіреді. Енді қара, парағың ағарды ма? Иә, әке, ағарды. Енді айтыңызшы, бұның бәрі не үшін? Әкесі баласының арқасынан қағып, әй балам, тұрмыста әрдайым өшіргіш деген нәрсеге мұқтаж болады. Отбасы болғаннан кейін сен әйеліңнің ісінен көңіліңе жақпаған жайтты өшіріп отырмасаң, келін де сенің ісіңнен көңіліне қаяу түсірген бір ісіңді өшіріп отырмаса, парақтарың бірнеше күнде толып, қара түске айналып кетеді. Берекелді тұрмыс кешуді қаласаң, әрдайым қателерді өшіруші, кешіруші, кеңшіл, көркем мінез бол деп ақыл айтқан екен.